Сәлем достар, Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Ал біз шілде айына арналған жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. 11-20 шілде аралығында індет кезінде санитарлық талаптардың сақталуын бақылайтын мониторинг топ жүргізілген рейд нәтижесінде карантин режимін бұзған 463 дерек анықталды. Атырау өңірінде 14 шілдеден бастап ковид такси өз жұмысын бастаған болатын. Аталған қызмет түрі бүгінде 60-тан аса атыраулыққа қызмет көрсетті. Ковид такси барлық қажетті медициналық құрылғылармен қамтамасыз етілген. Қазіргі уақытта ковид такси бригадасы түнгі ауысымда жұмыс жасайды. 19 шілде күні Атырау облысының әкімі Махамбет Досмағамбетовтың тапсырмасына сәйкес және біз біргеміз облыстық қормен бірлескен түрде құны 30 миллион теңгені құрайтын дәрі-дәрмектер облыс халқының аз қамтылған 300 отбасына тегін таратылды. Облыс әкімі өндірісті дамытып, экономикада жоспарлы көрсеткіштерге жетуіміз керек. Біздің мақсатымыз өндірісті жұмыс орындарын сақтап қалу деп атап өтті. Құрбан айт күндері Атырау облысында мал базарлары жұмыс жасамайды. Құрбандық онлайн шалынады. Пандемия жағдайына байланысты биыл құрбан айт намазы оқылмайды. Құрбан малының еті мұқтаж отбасыларға толықтай таратылады. Атырау облысының бас имамы Алтынбек Тұсқанұлы онлайн режимде құрбан 2020.kz сайты арқылы құрбандық шалынатынын атап өтті. 25-нен 26 шілдеге қараған түні ең қажетті дәрі-дәрмек тиеген тағы бір ұшақ Ресейден Атырауға келіп қонды. Ресей Федерациясынан келген 20 тоннаға жуық дәрі-дәрмектің ішінде қызу түсіруге арналған дәрілер мен антибиотиктер бар. 26 шілде күні Шұғыла қоғамдық қорының бастамасымен Атырау Рауан қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 1400 оттегі концентраторын тиеген ұшақ Атырау әуежайына келіп қонды. Келген оттектің 740 данасы Атырау қаласына, қалғаны Шымкент қаласына жеткізіледі. Атырау облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысы негізінде 28 шілдеден бастап карантин режимін сақтау және тұрғындардың қауіпсіздігі үшін Атырау облысы Индер ауданы аумағындағы Тұздыкөлге баруға уақытша тыйым салынды. 28 шілде күні Атырау қаласында айналма көпір Жайық жағалауы маңында Жасыл ел жастар еңбек жасағының ұйымдастыруымен траштек Атырау тазалық акциясы өтті. Акция нәтижесінде 7 куб қоқыс Жайық жағалауынан тазаланды. Елімізде орын алған эпидемиологиялық жағдайға байланысты 30 шілде күні Атырау волонтерлар корпусының еріктілері 250-ге жуық қала тұрғындарына тегін медициналық бетперде таратты. Бүгін 31 шілде күні Атырау облысы Айманғали орталық мешітінің ұйымдастыруымен 360-ға жуық әлеуметтік аз қамтылған отбасыға құрбандыққа шалынған малдың еті таратылды. Аталған әлеуметтік көмекті тарату үшін 50-ге жуық Атырау еріктілері жұмылдырылды. Бүгін, яғни 31 шілде күні Атырау облысы бойынша COVID-19 індеті бойынша жалпы көрсеткіш расталған жағдай 10.242, жазылып шыққандар 6.588.